Гакку арнасы. Жасөспірім кездегі музыка тыңдайтын жалғыз алаң. Есімде бір 2015 жылдардың басы. Отау ТВ-дің 26 арнасының қызық ештеңе таппай жай арналарды ауыстырып отқанда бір 118 деген арнаны көріп қалған. Әрине қатты таңғалдым, әйтеуір бір жаңа нәрсе ғой деп. Ол арнада жай бейнебаяндар ойнап жатты. Ешқандай жарнамасыз қызықты айдарлармен, жап-жаңа чак-чак, ебескі, тіпті караоке секілді бағдарлама болатын. Қара оқы деген арна қазақы нақышпен бірге заманауи болуға тырысты. Соның арқасында шынымен көп көрерменге ие болды. Сабақтан келіп Гакку Ньюстан әртістердің жаңалықтарын естіп, Гакку Топ 10 бағдарламасын қатты күтетінмін. Айтайын, қазір бірінші орын 91 болады. Қайдан білесің? Бұл арнаны өз басым 2015 жылдан 2021 жылға дейін көрдім. Сол арна арқасында 100-ден астам әртіс атақты болып, тіпті көпшілік жанкүйерлер олардың әлі күнге шейін жаңа музыка күтеді. Гакку бұл шынымен заманауи эксперименттен қорқпайтын ерекше әртістерді бізге көрсеткен аңыз арна. Я достар, осымен видеомыз аяқталды. Қысқа контент ары қарай жалғасады. Алдағы уақытта тез-тез 1 минуттық кез келген тақырыпта видео шығады. Сондықтан да лайк басып, пікір қалдырып, қолдап отырайық. Сіздермен болған мен Бейнет Амин. Бәріңе сау болыңдар. Келесі көріскенше.